Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. Бүгін біз линия S деп аталатын дораманы айтатын боламыз. Енді әлеуметтік желілерде бұл дорама өте қатты хит болып жатыр, танылып жатыр. Кейбір адамдар мынау қызыл сызықты бас жағына жасап солай шығарып жатыр. Оның не мағына білдіретінін білмегеннің өзінде де. Сондықтан да бүгінгі дорамада осы жайлы айтатын боламыз. Жалпы енді линия дегенді біз қазақша аударатын болсақ, ол сызық. Бірақ кейбір жерлерде бұл жіп ретінде аталып жүр. Сондықтан да дәл осы дорама туралы айтамыз. Қызыл сызық бұл деген бізде мысалы кез келген адам қанша адаммен жыныстық қатынасқа түскен, мысалы бір адаммен ғана өмір бойы жыныстық қатынасқа түскен болса, немесе 10 адаммен 100 адаммен болса, соның барлығы көрсетіліп тұрады. Сондай мағына. Бізде барлығы бас кейіпкер қыздан басталады. Ол кішкентай кезінен бастап дәл осы қызыл сызықты көреді. Оның көз алдында анасы әкесін өлтіреді, ол бұған өзін кінәлі сезінеді, ол мұның бәрінен шаршап өзіне қол салғысы келеді, жоғарыдан құлауға тырысады, қолын тіледі, асылады, бірақ оның бірі де мүмкін болмайды, ол не істесе де өлмейді. Ол солай үйінен еш шықпайды, үйінің іші қап-қараңғы болады, терезенің өзін сондай бір қораптармен жасап қойған. Сондай дорама. Сол кезде бізге детективті көрсетеді, ол әркіммен болғыш, тіпті әріптесімен де. Бұл кезде бізге мектептегі буллингті де әрине көрсетеді. Ол детективтің қарындасы, яғни детективтің туған қарындасы емес, бауырының баласы, сона сыныптастарынан қатты таяқ жейді. Одан кейін бізге 29 жасар қыздың өлімін көрсетеді. Бас кейіпкер қыз өзіне қарама-қарсы жерде көрерден күдіктеніп, қазір өлтіреді деп ойлап полицияға хабарласады, бірақ оның ешкімді өлтіргелі жатпағанын, керісінше махаббат екенін көреді де тұтқаны қоя салады. Көкесі биді қолы жарақат болған қарындасын көреді. Енді көкесі деп жатқаным, дорамада дядя деп жатады. Енді дядяны біз көке десек болады, ағай десек болады, солай түсінесіз деп ойлаймын. Ол қарындасы ағасынан ақша сұрайды, сені ұрып жүрме деп сұрайды детектив қарындасынан, бірақ қарындасы жауап беруден бас тартады. Сол кезде детектив қыздың полицияға хабарласқанын біледі, ол қызбен көрісуге келеді, көрісі оның еш шықпайтынын айтады. Қыз есігін ашып, қателескенін айтады. Әйелдер өліп, детектив қазбалай бастайды. Расында да шлемі бар жігіт күдік тудыра бастайды. Оның көзінде көзілдірік енді осы дораманың басты бір фишкасы десек болады, жаңағы қызыл сызық екеуі. Ол да сол көзілдірігі арқылы адамдардың үстінен қызыл сызықты көре алады. Ол әйелді өлтірмек болады. Сол кезде бір сөзбен айтқан кезде жаңа бас кейіпкер қызбен бізде, және детектив оны аман алып қалады. Шлемді киген жігіт өліп қалады. Сонымен бірінші бөлім бізде аяқталады. Айтпақшы, дорама бар жоғы 6 серия, сондықтан да осындай аз бөлім дорамаларды өзім жақсы көремін. Бұрындары 15 серия, 16 серия, 20 серия дегендерді көре беретін едім, ал қазір білмеймін, бәрі тез болған қалайсың, бұрынғыдай мыжыңдықты қаламайсың, сондықтан да осындай 6 бөлім екеніне өте қуаныштымын. Сонымен бізде 2 серия, үйінің бәрі қап-қара болған қыз қораптардың бәрін ашып, барлық сияқты өмір сүруге шешім қабылдайды. Бізге осы кезде сынып мұғалімін көрсетеді. Оның енді біраз бөлімге дейін бізде бір өзімен өзі жүрген адам сияқты көрінеді. Бірақ енді видеоны обзорды соңына дейін көретін болсаңыздар, әрине міндетті түрде кім екенін білесіздер. Ол тіпті сонаны қорғағандай болады. Сол кезде сона шкафында көзілдірікті көріп қалып, оны тағып алады. Ол сол көзілдіріктің арқасында қызыл сызықты көріп бастайды. Көкесінің басында үлкен сызықтар барын көреді. Ол қатты шошып кетеді тіпті. Сонымен ол сызықтардың ақыры не екенін түсінеді. Бірақ мұғалімінде ешқандай сызық жоқ. Ол тіпті өзін қорлаған қызбен мұғалімнің сызықтары барын біледі. Яғни мұғалім мен оқушы болды деген сөз. Бізде бас кейіпкер қыз, оның аты Хёнып. Ол мектепке келеді, жаңа оқушы болып, осы сонаның сыныптасы болады.
шлемде болған адам жаңа қайтыс болды ғой бірінші серияның соңында. Ол енді бізде математика пәнінің мұғалімі болғаны белгілі болады. Детектив көзілдірікте бір гәп барын түсінеді. Сона таяқ жеп бастайды, жаңа детективтің қарындасы. Бірақ ол енді көзілдіріктің арқасында өзгерген. Бас кейіпкер қыз Хёнып сонаны құтқарып қалады. Бірақ сонаға бұл ұнамайды. Детективтің қарындасы оқушы мен мұғалімнің бірге екендерін көріп, суретке түсіріп алады. Әрине ол қоқан-лоққы көрсетіп бастайды, мұғалімнен ақша талап етеді. Қыз жаңағы мұғаліммен болып жүрген қыз мұғалімге бұл Консонаның ісі екенін айтады. Сона қызыл сызықтың арқасында басқалардың да үстінен түсіп, суретке түсіріп, оларға жіберіп бастайды. Ол енді бұрынғы буллингке ұшыраған қыз емес. Ол бұдан ләззат алады. Сонымен бас кейіпкер қыз бір-бірінен қызылды көретіндерін біледі. Сонада жай жүрмейді, оның да жігіті пайда болады. Онымен бірге жақсы көңіл көтеріп жүреді. Мұғаліммен жүріп жүрген қыз көзілдіріктің шындығын біліп қойып, сонаның ізіне түседі. Оның көзілдірігін байқатпай алып кетеді. Ол қыз көзілдірікті тағып, қызыл сызықтарды ол да көріп бастайды. Содан мұғалім қызды түнде мектептің шатырына шақырады. Ол сонаға жалынады. Өйткені қыз 20 миллион вон талап етеді, өйткені ешкім көрсетпеймін деді. Бірақ мұғалім айтады, 20 миллион менде жоқ ондай. Кешірім сұрайды, өтінем дейді. Бірақ шындықты мұғалімнің әйелі де біліп қояды. Бас кейіпкер мектепке жүгіріп келе жатқан кезде бас кейіпкер қыз шатырдан құлап кеткен сонаны көрсетеді. Бұл бізде 2 серияның соңы еді. Сонымен 3 серияда сона ауруханаға түседі. 3 серияда бізге тағы бір мұғалімді көрсетеді. Ол әпкесінің үйіне келеді. Ол әпкесіне 1 апта болатын, 1 аптадан соң Канадаға кететінін айтады. Осы кезде бас кейіпкер қыз жаңа қызбен танысады. Ол мектепте жаңа оқушы жігітпен де танысып, өте жақсы дос болады үшеуі. Дәл жаңағы мұғалімнің, әпкесі бар мұғалімнің үстелінің үстінде алдында көзілдірік тұрады. Ол сонаның сынып жетекшісінің кімдікі екенін білмейсіз бе дейді. Ол білмегендей болып, тағып көріңіз, сізге жарасатын сияқты дейді. Ол әрине тағып көріп, қызыл сызықтарды көре бастайды. Детектив өзінің тергеуін бастайды, яғни қарындасының өзіне қол салғанына сенбейді, оған біреудің кінәсі бары анық. Оның ойынша бейнебақылау камерасынан қарындасының сыныптасының сөмкені алған сәтін көріп қалады. Ол қыздың көзінде көзілдірік барын байқайды. Осы кезде мұғалім жездесімен де кездеседі әрине. Мұғалім қызыл сызық арқылы жездесінің басқа біреуін барын біледі. Мұғалім мен қыздың қарым-қатынасы белгілі болады. Естеріңізде болса, өткен бөлімден басқа мұғалімі ұяттан жерден кіріп кете жаздаған мұғалім өз көйлегінде өлі күйінде табылады. Ол соңғы хатын қалдырып кетеді. Детектив бұл істі одан сайын қазбалай бастайды. Бас кейіпкер қыз детективке көзілдірікті тапса ғана шындықты айтатынын алға тартады. Ал мұғалім жездесін бақылап бастайды. Ол жездесін қонақ үйден көріп қалып ұрыс шығарады. Мұғалім мектептен де үйден де кетеді. Содан мұғалім әпкесінің көңілдес екенін біледі. Сол кезде мұғалім әпкесінің бәйбіше емес, көңілдес екенін біледі. Яғни жездесі басқа біреумен болған кезде ол өзінің әйелі, ал әпкесі көңілдес екенін біледі. Ол жездесіне көңілдесіңді тастап, әйеліне орал дейді. Типа жездесі дәл солай жасап, көңілдесін, яғни мұғалімнің әпкесін тастап, өз әйеліне оралады. Детектив қарындасының қызыл сызықтарды сызғанын көріп, бас кейіпкер қызға көрсетеді. Ол детективке S сызығын көретінін айтады. Осымен 3 серия бітеді. 4 серия. Детектив бас кейіпкер қыздың көзілдіріксіз қызыл сызықтарды көретінін біледі. Ол сондай қарындасының басқаларды бопсалағанын көзілдірік арқылы көретінін біледі. Бас кейіпкер қыздың демалыс күндері мотельде жұмыс жасайтын белгілі болады. Ол енді мотельде бір касса деп айтсақ болатын шығар, сондай қызмет атқарады. Осы бөлімде бізге көзілдірігі бар мектепте істейтін әйелді көрсетеді. Ол парик тағып алып мотельге келеді. Көзілдіріктен бастап детектив мұнда бір гәп барын түсінеді. Мектептегі әйел музыка мұғаліміне ғашық болып бастайды. Бас кейіпкер қыз бен жігіт екеуі мектеп формасымен бірге бассейнге түседі, бірге рамион жейді, оларда махаббат басталады.
қызыл сызық туралы жігітке де айтып, екеуі одан сайын жақын бола түседі. Мектептегі әйел мотельдің бөлмесіне болып, әркімнің біреулермен болатынын көреді. Сол кезде ол өзі ғашық болып жүрген музыка пәнінің мұғалімнің өзгемен болғанын көреді де қатты ашуланады. Ол мұғаліммен болған әйелді бір ұрады, оны байлап өзінің номеріне тастап кетеді. Ал өзі болса мұғалімге келеді. Мұғалім онымен болғысы келмейді. Мұғалімге жаңағы әйел ұйықтататын дәрі береді. Ол құлап соңында өледі. Сонымен ол әйелде ваннада жатып өзіне қол салып қайтыс болады. Ол жерде де көзілдірік табылады. Бас кейіпкер қыз детективке көзілдіріктің қауіпті екенін айтады. Сол кезде детектив көзілдірікті өзі тағады. Ол айнадан өзінің қызыл сызықтарын көреді. Миллион қызыл сызықтар. Сонымен бізде 4-ші серия өз мәресіне жетеді. Сонымен 5-ші серия детективте енді барлығының қызыл сызықтарын көріп бастайды. Осы кезде полиция бөлімшесіне мектеп оқушысы келіп, бұл бас кейіпкер қыздың сыныптасы, ол зорланғанын алға тартады. Ал басында оның 4 сызық, яғни 4 адаммен болған деген сөз. Сондықтан детектив қызға өте үлкен күмәнмен қарайды. Қыз ұйықтап қалады, оянса іш киімі шешілгенін айтады. Детективтер мектепке зорландым деген қызбен стажер болған жігітке келеді. Ол бірге жай ішті, басқа ештеңе болмаған алға тартады. Бас кейіпкер қыз детективтің көзілдірік таққанына қарсы болады. Детектив зорландым деген қызға сенбейді. Бір аптадан кейін арыз түсірдің, киіміңді жуып тастадың деп айыптайды. Детектив бас кейіпкер қызға анасымен түскен суретін береді. Ата-анасының болған ісіне қыздың еш қатысы жоғын айтады. Зорланған қыз туралы детектив бас кейіпкер қызға айтады. Детектив іс жабылды дейді. Жыныстық қатынаста тәжірибем жоқ, бірақ 4 сызық болғанын айтады. Ал бас кейіпкер қыз оған дейін зорланған қызда ешқандай сызық болмағанын айтады. Содан детектив бұл істі қайта қарап кінәлілерді анықтайды. 4 сызық дегеніміз ол 4 адамны осы қызды зорлағаны белгілі болады. Сондықтан одан бірден 4 сызық пайда болған. Ал бас кейіпкер қыз жайдан жай жүрмейді, сүйіктісімен бірге болады, тіпті бірге болуды өзі ұсынады. Енді бұл қызда да қызыл сызық бар. Детективтің ауыратын әкесі жоқ болып кетеді. Камерадан мектеп мұғалімі алып кеткені белгілі болады. Содан ол сонаның жатқан жерінен табылады. Детектив қарындасының, племянницасының кіммен болған деп басы қатып жүргенде қарындасы мен әкесінде қызыл сызық көрініп тұрады. Енді детективтің әкесі ол анау сона деген қыздың атасы. Яғни атасы немересін зорлағаны белгілі болады. Детектив қатты қапа болады. Осы кезде бас кейіпкер қыз детективтен көмек сұрап 5-ші серияны аяқтайды. Ал енді мінекей 6-ші серия, соңғы серияға келдік. Бас кейіпкер қыз сүйіктісімен бақытты бірге болды да. Сол кезде жігіт қызға өзін күте тұруды айтады. Бір сәтте жігіттің қатыгез түрде өлтірілгені белгілі болады. Қыз қатты әрине қайғырады, ол өзін қарғыс атқан деп санайды өзін. Ал құрбысын аузы скотчталып қамалып отырған видеосы келеді қызға. Содан ол детективтен көмек сұрады. Екеуі де бар себеп мұғалімде екеніне сенімді. Осы қыздың сынып жетекшісінде. Содан екеуі мектепке келеді. Содан бас кейіпкер қыз құрбысын құтқарып алады да, екеуі қанша жүгірсе де бір қабаттан шыға алмайды. Содан олар шатырға көтеріледі. Ал детектив өзі түсінбеген жерде, барлығы ақ киімде. Сол кезде басында миллион қызыл сызық бар Лигия Джинді көрсетеді. Яғни бұл мұғалім болып жүрген әйел. Сол жерде детективтің әкесі жатады. Әйел детективке өз әкесін өлтіруді ұсынады. Ол қарындасыңды зорлады ғой деп. Бірақ ол керісінше әйелді өлтірмек болады, бірақ ол қолынан келмейді. Әйел детективтің әкесін өлтіреді. Детектив әйелді қанша атса да оған еш жетпейді, аталмайды. Сол жерге бас кейіпкер қызда пайда болады. Сол жердегі әйел мұғалім болған Хёнипті бас кейіпкер қызды өлтірмек болады. Сол кезде оның алдына анасы шығып, бас кейіпкер қыздың, сонымен анасы қайтыс болады. Осы кезде қыздың ата-анасының шындығы көрсетіледі. Яғни анасы көзілдірікті таққанда күйеуімен құрбысының жүргенін көреді. Солай ол күйеуін пышақтап өлтіріп тастаған. Анасы қызынан кешірім сұрайды, қызының еш кінәсі жоғын айтады.
сонымен бүкіл аспан қып-қызыл болады, барлық адамдар бір-бірінің қызыл сызығын көре алады. Осы кезде соны әрине ауруханадан шығады, жазылып кетеді, мектепке барып жүре береді. Сонымен бәрі керемет, бәрі біткен сияқты болады. Хёны бас кейіпкер қыз жігітінің жатқан жеріне барады. Сол кезде ана әйел келіп құлағына қыздың атын айтады, сонымен дорама бітеді. Бұл бір өте ерекше, өте ешқандай да дорамаға ұқсамайды. Көп жағдайда тіпті непонятный сәттер болады. Менің обзорымның өзінен де сіздер көп нәрсені түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан да 1 секундта да жібермей дораманы көрсеңіздер өте жақсы түсінесіздер ойлаймын. Оның үстінен дораманы қазақша дыбыстамада Сақ студиядан көруге болады. Дораманы көргендер болса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздерге дорама қалай болды, соны да жаза кетіңіздер. Келесі жолы қандай обзор күтесіздер, оны да жаза кетіңіздер. Және әрине дорамшыл ағайға тіркелуді ұмытпаңыздар.